Ал кеш жарық эфирге мен қосылдым ау деймін. Күтіп отырғандар болсаңыздар қосылыңыздар. Реніш тақырыбы. Жалпы мен өз әңгімемді бастай берем ау деймін. Басын күтіп, дайындалып, ал келген адамдарға саламатсыздар ма? Сәлем, махаббат. Күтіп отырсың ба? Я біраз адам қосылды. Ішінде менің жаңадан алған студенттерім де бар сияқты. Биыл маған кураторский группа берді. Тәлімгерлік жұмысымды қайтадан бастайын деп отырмын. Бір 4-5 жыл болған жоқпын ау деймін. Енді бір жас балапандар, абитуриенттер студент қатарына қосылып келіп жатыр. Оларға да тәлім тәрбие беремін. Осы әңгімемді барлықтарыңа арнаймын. Даусым естіліп тұр ма? Айтпақшы, мен сұрамаппын. Я, жоқ деп жазыппын. Реніш. Өзім бүгін кішкене дайындық барысында тағы да қарап шықтым. Өз реніш туралы кім не айтып жатыр екен деп. Мен қайталанып кетем ба, әлде жаңағы бір айтылғанды бір басқаша айта алам ба, айтпайым ба деген сияқты біраз материалдарды қарадым. Әркім әртүрлі айтып жатыр. Я, реніш туралы тақырыпта ютубта видеоларда көп екен. Жалпы бұл тақырыпта жазылған мақалалар да көп екен. Өткенде мен бір мақаланы өзімде жариялаған болатын постты. Реніш дегеніміз ол өзіміздің ғана эмоциямыз, ол тек қана бізде туындайды деген сияқты. Я, реніш деген ол тек қана эмоция. Вот соны біле білу керек. Мен енді қазір қосылып жатқандарға ешкімге нетпей ақ қояйын, ойымды бөлмей ақ қояйын. Келіп жатқандар қосыла беріңдер, саламатсыздар ма барлықтарыңыз? Реніш деген адамның бір эмоциясы. Қорқыныш сияқты, шаттану, күлу, қуану сияқты, ренжу сияқты. Және тағы да біз эмоциялар өте көп бізде. Жаңағы ең жек көрінішті жаман болатын агрессиядан бастап, жалпы масаттану, благодарным быть, барлығына жаңағы жақсылықпен қарау, барлығына рахмет айту деген сияқты, барлықтарын жақсы көру деген сияқты эмоционалдық шкаламыз жаңағы 100-ге дейін өз бөлінеді, 0-ден 100-ге дейін. 0 деген ол агрессиядан басталатын нәрсе, ол жоқ деген нәрсе, яғни өсіп эмоционалдық шкала адамның жай-күйін көрсетеді. Эмоционалдық шкала неғұрлым жоғары болған сайын адамның жай-күйі де жақсы болады. Ол оның ойлаған армандары да орындала бастайды. Өздеріңіз де байқасаңыздар, біздің эмоционалдық күйіміз, яғни біздің жаңағы ренішіміз, біреуге деген қорқыныштарымыз, жаңағы жек көрушілік, жаңағы бір жаман эмоцияның бәрі бізді жақсы емес, жаман күйге түсіреді. Одан адамдар ауру болады, одан адамдардың қарым-қатынасы бұзылады, өзіне өзі көңілі толмай жүреді, ешкіммен дұрыс сөйлесе алмайды, жолы болмайды, ақшасы да болмайды, қарызға кіріп кетеді, мәшинесін ұрып алады деген сияқты. Енді барлық келеңсіз жағдайдың барлығы сол эмоционалдық күйі төменгі адамдардың жаңағы жолында кездесіп жататын нәрселер. Ал енді өздерің тағы да бір ойланып қараңдар. Егер адам шаттанып, қуанып, барлығына рахмет айтып, риза болып, жалпы өзіне өзі риза болып, адамдарға риза болып, тек қана шуағын шашып жүрген адамдар болатын болса, оларда тек жақсылық болып жатады. Лотереяны кім ұтады? Именно осындай жаңағы басқалардан ештеңе күтпейтін замен. Жақсылықты жасайды, тек қана жасайды, ал жаңағы өзіне қажет па, қажет емес па деген сияқты нәрсені ойланбайды. Жаңағы жақсылықты кейбіреулер жасауы мүмкін, мен жасадым, маған да бірдеңе болсын деп жасайтын болса, ол, конечно, ол расчет деп аталады да, ол расчетқа ешкім ешнәрсе қайтармай қалуы мүмкін, ол қайтармағанына ренжіп жатуы мүмкін. Ондай расчетпен емес, прям от всей души дейміз ғой да, шын көңіліңменен жақсылықты жасасаң,
Алла көреді, Алладан қайтады дейміз да. И шынымен ол адамға жолы болып, жаңағы күйі жақсарып, бір болмайтын жерден бір приз де беріп қалады, премия да беріп қалады, әйтеуір жұмыста да көтеріліп кетуі мүмкін. Оны байқайды. Ондай эмоционалдық күйде жүрген адамдар бәрі жақсы көреді, бәрі жақсы қатынаста болады. Соныменен адамдар ол кезде өмірден алатыны да көп болады. Ал енді бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз реніш тақырыбы. Реніш біздің эмоционалдық күйлеріміздің ішінде жаңағы кері эмоциялы немесе теріс эмоциялы күй деп есептейміз. Бұл бізге ешқандай пайдасы жоқ. Реніштің адамға тек зияны ғана тиеді екен. Себебі оны біз іштей көп переживать етеміз. Іштей оны осы күйді өзімізше қайта-қайта рөлге кіріп тұрып, ренжіген адамымызды ойлап, оған жаман ойымызды жіберіп, ол жаман ойымызды өзімізде үдетіп, сөйтіп жаңағы ренішті снежный комменен ассоциация жасауға болады. Егер таудың басында кішкентай ғана жаңағы бір қарды домалақтап лақтырып жіберсең, кішкентай болуы мүмкін. Бірақ таудың түбіне дейін түскенше, ол деген жинап өте үлкен жаңағы снежная лавина дейміз ғой, сондайға дейін айналып кетуі мүмкін. Реніште тура сондай нәрсе. Бір сөзден адамның көңілі қалып қояды. Бір-бірімізге ренжиміз. Бір айтады, жаңағы бір сөзді айтып нетуі мүмкін да. Кейде адамдар бір-біріне жаңағы қасақана да емес, әшейін абайсызда бірдеңе айтып қалуы мүмкін. Аяғыңды біреу басып кетті ма, жаңағы сен оған ренжисің да, сосын ол кешірім сұраса, кешірім сұрады, кешірім сұрамаса, жаңағы жүресің да оны ойлайсың, ол менің аяғымды әдейі басты ме екен, ол мені жек көреді ғой, ылғи үстіп жүреді деген сияқты. Адам өзінен өзі ренжіп, өзіне өзі оны ары қарай ұлғайтып, сосын барып тағы да өзіне подтверждение тауып жатады. Тағы кеше де сөйткен еді, бүгін де сөйтті, значит ол мені жек көреді ғой деген сияқты бір тұжырымдар жасап өзіне өзі, адам өз ойын өзі ары қарай дамытып жатады. Яғни реніш дегеніміз ол өзімізде туындайтын эмоция. Сен жаңа аяғыңды басып кеткен адам мүмкін оны байқамаған да шығар, кетіп қалды, бірақ сенің ренжіп жатқаныңды білмейді. Ал сен өзің ренжіп, өзің жағын ары қарай оны үдетіп отырсың. Сол сияқты енді қарым-қатынастағы реніштер. Мысалға, атанаң саған бірдеңені айтады, сен жаңағы орындамайсың, олар саған ренжиді. Немесе сен бірдеңені сұрадың, ата-аналарың әпермеді, сен оларға ренжисің. Сөйтесің де ренжисің де, бұлар мен неменеге туды екен, әпермейтін болса, жаңағы айтқанымды істемейді, өмір істемейді, кеше де сөйткен еді, бүгін де сөйтіп жатыр деп өзің үдетіп ары қарай оны ұлғайтып жатасың. Яғни бұл жерде де реніш деп отырғанымыз тағы да дәлел, өзіміз ойлап тауып жатырмыз. Ата-анаң кейде білмейді сенің ренжіп қалғаныңды. Бірақ біз оны кейде көрсетеміз. Ал енді көрсету жағына келетін болсақ, ренішті біз әрине білдіртеміз және ренжиміз. Сосын көп адамдардың айтатыны бар екен, реніш дегенді біз ренжігенде біз жай бөтен адамдарға ренжімейміз ғой, біз өзіміздің жақындарымызға ренжиміз әдетте деп айтады. Иә, дұрыс, біз өзіміздің жақындарымызға ренжиміз. Себебі біз одан бірдеңе күтеміз, сондықтан ренжиміз. Біз өзіміз ренжідік және сол ренжіген нәрсемізге біз жауап күтеміз. Мен мысалға сүйіктіме ренжіп қалсам, ол менің жаңағы не болды, жаным жағдайым, не ренжіп қалдың ба, не керек еді саған деп айтқаныңды істейді. Ал ата-анаңа ренжіп қалсаң, олар да сенің айтқаныңды істейді. Біз де сондай бір не дейді, тұжырым қалыптасқан, біз ренжісек айтқанымызды істете аламыз деген сияқты. Өте кең тараған тұжырым осы. Ал жаңағы ренжімесең, как будто жай сұрансаң, жаңағы айтқаныңды істете алмайтын сияқтысың. Себебі біз кішкентай кезімізден бірдемеге бұртиып қаламыз ғой, сол кезде ата-анаң саған қарайды, жаңағы не болды деп сол кезде көңіл аударады, сұрайды. Содан бізге сол эмоция жазылып қалады. Яғни ми осындай бір күйді сақтап алды өзіне. Ми деген негізі мықты нәрсе. Мен өткенде айтып жүрмін ғой, жалпы мен посттарымда да жазылып тұр. Мидың саналы және санасыз екі бөлігі бар. Саналы біз тек қана 3-тен 7%-ға дейін, кейде бір 10% деп жатады да, бөлігін ғана қолданамыз. Обычно 4-5% деп атайды. Ал қалған 90%-дан көбі, ол
біздің түп сана немесе түйсік. Сол түйсіктің жазып, жаттап алуға мүмкіндіктері өте көп. Яғни біз 5%-ын пайдаланып қана өте көп нәрсені білеміз. Біз жаңағы ғылыммен айналысып жатырмыз, жоспар құрамыз, орындаймыз, математика, физика, барлығын оқып тастадық, программа жасаймыз. Мысалға да кітап жазамыз деген сияқты. Өмірдегі барлық нәрселерді білеміз, аурулар туралы білеміз, ата-аналарды білеміз. Жалпы да саналы түрде білетініміз өте көп. Түстер, сезондар, үй, тұрғызу, машина айдау деген сияқты. Біз өте көп нәрсені білеміз. Бірақ санасыз, яғни түп сана деңгейінде білім біздің миымызда жаңағы жай компьютерден де қанда мыңдаған есе көп ақпарат сақтай алатын және оларды өңдей алатын қабілеті бар. Сол түп санада кезінде жазылып қалған программалар тұрады және олар орындалады. Ол программалар өмір бойы жиналған. Сөйтіп біз кішкентай кезімізде жаңағы біреуге ренжіп, бірдеңені бермегенге немесе айтқанымызды істемегенге бұртиып қалған болсақ, біз сол жаңағы бізге жасаған реакцияны жаттап аламыз да, көңілімізді аулады ма? Аулады. Осы реакцияны ми сақтап алды. Сен өзің саналы түрде оған біз өйтіп ойланбаймыз. Ми сақтап алады сол жаңағы әдетті, сөйтеді, соны қайталайды. Біз бірдеңені қол жеткізу үшін біз міндетті түрде жан-жағымызға ренжіп бастаймыз. Ренжиміз, яғни біздің айтқанымыз орындалады деген сияқты тұжырым жүзеге асып жатады. Бір кездерде ол пайдалы да шығар, бір кездерде зиян жағы да бар ғой. Себебі біз жаңағы снежный ком сияқты ол ренішіміз біздің ұлғайып кете береді. Егер саған жаңағы айтқаныңды істеп сол кезде жазып тастаған болса, ренішің жақсы. Ал егер ол адам білмей, немесе түсінбей, немесе сенің мысалы сен үйде ата-анаңмен жасаған нәрсең өтіп тұратын ол жаңағы номер. Ал енді сен тұрмысқа шықтың да, сөйтіп күйеуіңмен оны жасасаң, ол номер өтпейді дейміз уже. Ол айтқаныңа көне қоймайды десек. Ал сосын сенде жаңағы реніш деген жинала бастайды. 1 күн, 2 күн, 3 күн. Сосын барып сен ойлайсың, мүлдем ол мені жақсы көрмейді екен, мүлде бірдеңе сияқты екен деп та өзімізге өзім. Сөйтесінде ренжудің арқасында оған жаңағы жақсы емес эмоцияларды жібере бастайсың. Біз айтқанбыз, адамдардың барлығы біз түп сана деңгейінде эмоционалды күймен, немесе біз энергетика деңгейінде араласамыз бір-бірімізбенен. Біз тек қана жанмен, жаңағы сыртқы бейнеменен, түрімізбен ғана, сөзбенен ғана араласпаймыз. Бізде менталды ақпарат кетіп жатады. Біз айтып жатқан сөзіміз басқаша болуы мүмкін, ал көзімізбен, қолымызбен, жалпы денемізбенен басқа ақпаратты беріп жатамыз, яғни толықтырып жатамыз. Сондықтан жаңа сен оған ренжімеген сияқтысың, бірақ сенің дыбыс мәнеріңде, жаңағы бір көзіңде, қылықтарыңда сен оған ренжулі екенің білініп тұрады, ол адам сезеді. Сөйтеді, ол неменеге маған ренжіп жүр, өйтеді, бүйтеді деп, ол саған ренжіп бастайды. Сосын жаңа арадағы қатынастың бәрі құриды. Ал енді бұл бір түрі. Кейде маған запросқа келіп жатқан кешеден бері сұрақтарға келіп, өткен аптадан бастадық қой біз бұл тақырыпта. Біраз адамдар хат жазды. Ата-енесіне ренжулі, жаңағы күйеуіне, сосын жаңағы негізгі тақырыптар осы болды. Ата-енесін жақтырмайтын. Олар да тура осындай. Сен өзіңнің ата-анаңа жасаған нәрсені оларға да жасаған келеді, бірақ олар түсінбейді сенің поведенияңды дейміз ғой да. Сенің не себеппен ренжіп атқаныңды, не себеппен былай етіп атқаныңды. Себебі олардың өзінің жаңағы келіннен күтетін ожиданиясы дейміз да, күтетін іс-әрекеттері бар. Сөйтеміз да, ал біз оған үйренбегенбіз, біз өз іс-әрекетімізбен өзіміздің поведенческий бір режиміміз бар ғой, қалыптасқан жағдайларымыз, сонымен жүреміз, ал ол ата-енеміздің ожиданиясына сәйкес келмегендіктен екеуі бір-біріне қайшы келе бастады. Олар саған ренжиді. Олар даже ренжіген көрсетпегеннің күннің өзінде саған жаңағыдай энергетика деңгейінде реніштерін білдіртіп жатады. Сен оны сезесің, жақсы көрмей, жақтырмай тұрғанын, жыны кеп тұрғанын. Сөйтесінде сен де сондай энергияны жібересің. Яғни екі жақтан сондай жаман-жаман энергия бір-біріне кеткен кездерде екі жақта бір-біріне ренжіп, жаңа қатынастар бұзылатыны сол. Хотя сен сырттан көрсетпейсің, ата-енеңе иіліп сәлем беріп қоясың, жақсы көрем деп айтасың, дұрыс деп жүресің, бірақ энергетика деңгейінде оның барлығы білініп тұрады. Так, енді менің бір айтайын дегені, мен сол біраз уақыттан бері, мен уже бір айдың көлемінде болып қалды, август айында бастаған болатынмын.
осылай адамдарменен проработка жасап көрсеттім. Яғни мастер-кит әдісі мен айналысып жүрген осы түп сана деңгейінде өзіңнің ойларыңды, яғни жаңағы эмоционалдық күйіңді ретке келтіретін құрал бар, мастер-кит деп аталатын. Қазір прям ол бір кездерде біз айтып жүретін, біз подсознаниямен жұмыс істейтін, яғни түп санамен жұмыс істейтін құрал деп. Соңғы кездері автордың өзі, Дарья Трутнева, бізге ұсыныс жасап жатыр. Бұл тек подсознаниямен жұмыс істейтін десең, адамдар дұрыс түсінуі мүмкін, түсінбеуі мүмкін. Вообще бұл негізі бізді қалыпты күйге келтіретін инструмент саморегуляции. Өзіңді өзің ретке келтіретін, яғни осы реніштеріңді жоятын, қорқыныштарыңды жоятын, қандай да бір өзіңе негативті болып табылатын установкалар, тұжырымдар бар. Біз өмір бойы жинаған ақшаны жаңа тек қана еңбекпен табу керек, немесе жаңағы көп еңбектенсең ғана көп ақша табасың деген сияқты. Хотя біз өмірде білеміз, керісінше екенін, ондай дәлелдер өте көп. Соншалықты көп уақыт жұмыс істеместен де жаңа көп ақша тауып жүргендер, немесе керісінше 20 сағат жұмыс істегендер де жаңағы азғантай ғана ақша алып жүргендер. Яғни ол дәлел емес, жұмыстың көлемі немесе жаңағы уақыты ақшаның көлеміне ешқандай әсері жоқ. Оның бәріне дәлелдер көп. Яғни сондай бір установкалар бізде отыр. Әрине ол біздің ата-аналарымыздан берілді. Немесе біз Советтік одақта жаңағы оқыған, сол кезде тәрбиеленіп өскендер, бізде сол тәрбиені көріп өстік. Бізде идеология болатын жалпы. Бай болу мақсат емес, ең біріншісі білімді болу, білімді ғана жинағын деген сияқты. Біз сол тұжырымдарменен өстік, және олар бізге жақсылап тұрып отырып қалған. Енді ғана осы 40-тан кейін біз уже ойланып, ол заманымыз өзі басқаша екен ғой деп та. Мынау жаңағы перестройка деді, біз кәсіпкерлікке баулып, заман өзгеріп жатқан кездерде, біз нарықтық экономикаға көшкен кезімізде жастар негізі тез жаңағы өзгеріске өздерін апарып, тез жылжып кеткенінде сол, ал үлкен кісілер негізі өз тұжырымдарымен жүріп, қалай болар екен деп байқап қарап, өйтіп жүріп, баяу болған кірісіп, енді ғана бой алып деген сияқты үлгергендер сөйтіп істеп жатыр. Ал көбінесе жастар негізі ойларында тез өзгертеді, оларда қатты отырмаған ол тұжырымдар, тез жаңағы бизнес бастап, жақсы дамып кеткендер де солар. Сол сияқты бізге ол тұжырымдар отырған, ал жаңағы құралменен біз сол тұжырымдарды өзгерте аламыз. Енді соның мысалы ретінде мен жаңа алдында стористе де салдым да, бүгінгі жасаған проработкам болатын, апайымыз бір жаңағы қорқыныштары берген, қайта ауырып қалам бірдеңе дегенде, проработка жасап болғаннан кейінгі енді эмоционалдық күйі күшті болып тұрды. Ондайды мен өткен аптада да жасағанмын, уже көптеген күнделікті деп жатқан жоқпын, мен кеше 2 күн жұмыста болдым. Оған дейін біз сенбі-жексенбі болып жатқанда мен күніне 1 адам, кейде 2 адам сөйтіп жаңағы қабылдап проработка жасап жатамыз. Енді барлығының жаңағы мынау мастер-китпен осы әдісте ұсынған техникаменен жасаған проработкалардың нәтижелері өте керемет болып жатыр. Сондықтан сіздерге түсіндірейін деп едім. Жалпы реніш туралы түсіндік қой деймін да. Әрине сақтаймын эфирді. Мен егер мына жерде бір сұрақтарыңыз болса, бір қарайын да, реніш дегеннің не екенін түсінген сияқтысыздар. Менде біреулер бірдеңе жазып жатыр. Так, мен май айында мастер-кит алған едім, бастапқыда қолданып жүрдім, кейін білмеймін, қолданғым келмейді. Бұл сопротивление ма? Әрине сопротивление. Нәтижелер алып бастаған кезде миымыз біздің жаңағы неге отырады? Бұл мүмкін емес қой деген сияқты. Себебі біз көп нәрсені бірден нәтижеге жетіп жатамыз, өзгертіп жатамыз. Ол бізге өзгеріс қорқынышы деген нәрсе бар, түсінік бар негізі жалпы. Өзгеріс қорқынышы ол барлық кезде бар. Біз қатты өзгеріп кетуден, қатты бір көп жаңалықтарды бірден енгізуден қорқамыз. Сондықтан адамның жаңа миы уже өзін-өзі қорғаныш ретінде өзіне осындайды ойлап табады да, ары қарай отырғызбайды, жасатпайды. Менде де болған ол бір уақыт, менде де сөйтіп жүрдім. Жаңа күшті өзімнің күйімді сақтап, бір әдемі күйге келгеннен кейін ренішімнің бәрін жіберіп, кішкене өзім эмоционалдық деңгейім көтеріліп, айтқаным бәрі болып жатыр, жұмысым бәрі болып жатыр. Былайынша қарағанда жұмысым қиналатындай емес, бірақ жақсы деңгей, жаңағы должность па, қызметте, бірақ қатты қиналған жоқпын. Жаңағы үйде отношениялар реттеліп, жаңа үйге көшіп деген сияқты жақсы нәрселер болып жатады. Эльмира, сені таныдым, білем. Сақтаймын эфирді, сосын ютубта канал аштым, оған да салып қоямын.
Енді менің бір айтайын дегенім, осында ренішті проработка жасаймын деп отырғандар, маған өте көп хат келді, мен бәрімен бірге жұмыс жасай алған жоқпын. Бірақ соны бір айтып түсіндірейін деп едім. Жалпы реніштен арылу керек, оны түсінеміз. Ренішті өзімізде сақтаудың қажеті жоқ, түсінеміз. Ренішті жай қазанның қақпағы сияқты бүйтіп жауып, жараны жауып қойдың да қажеті жоқ. Исламда айтады, я ренішті жібер, ренжіме, әке-шешеңе әсіресе ренжіме, реніш деген жақсы емес деген сияқты нәрселерді айтып жатады. Барлық айтады бұны, барлық психологтар да айтып жатады. Техникалар бар, я кітаптарда жазылған техникалар бар. Жазып дәптерге өртеп таста. Жазып жыртып суға ағызып жібер деген сияқты. Ондай техникалар өте көп болады. Олар техникалар жұмыс істемейді деп айтпаймын, мен де өзім кезінде пайдаланғам. Техниканы пайдаланып медитация істеп те, басқа істеп те жасай аласың. Яғни ол техникаларда жазасың, бір күн жазасың, 2 күн жазасың. Ол жазған кездерде бірінші сен ренжіп жатқан адамыңа барлық претензияңды айтып аласың. Сен үйткен едің, сен бүйткен едің деген сияқты, міндетті түрде. Сосын барып, бірақ мен осының барлығын кешірдім деп жазасың. Олардың несі сол. Рахмет айтасың. Себебі ол реніш арқылы біз одан сабақ алдық деп сондай бір несі бар. Сабақ алдым сенен, рахмет осы өмірімде кездескенің үшін деген сияқты сөйтіп барып қоштасады. Ол хатты жайдан жай жазбайды. ол техникаларды іздесеңдер Гуглдан табатын шығарсыздар да, реніш техникасы, ренішті жіберу техникасы деп. Ондайлар бар. Қазіргі көп қазақ психологтардың барлығында жұмыс дәптерлерінде де бар ондай нәрселер. Сөйтіп оны жіберуге болады. Бірақ олардың ол техникалармен жұмыс істегенменен мастер-киттің арасында айырмашылық өте көп. Себебі олар түпкі біздің тұжырымды табумен айналыспайды. Жалпы, саналы түрдегі техника, ол жұмыс. Күнде жаттығу жасаймыз ғой, сол сияқты саналы түрде жазып, есіңе не түседі, соның барлығын прям ақтарып жазып, кешірдім, мақұл, осының бәрі болды ғой, болды деген сияқты жазасың да жібересің. Бірақ біз ол ренішті не үшін құрған едік деген сияқты сұраққа жауап бермейді. Жалпы мастер-киттегі техника бойынша бір түсіндіретін нәрсе бар. Ренішке дейін жалпы өмірімізде болып жатқан нәрсенің барлығы өзіміздің түп сана деңгейіндегі тұжырымдардың нәтижесі деген аксиома бар. Осы аксиомаға келісетін болсаңыздар, ары қарай жұмыс істеуге болады. Егер келісе алмаймын, жоқ, олай емес, барлық нәрсе менің қолымда емес дейтін болсаңыздар, онда очень жаль дейді ғой. Сондықтан мынаны жақсылап түсініп алыңыздар. Все, что происходит в моей реальности, это результат моих подсознательных желаний или установок. Орысша осылай осы аксиомаға сүйеніп жұмыс істейді. Егер осы аксиоманы қабылдайтын болсақ, онда ары қарай жұмыс болуы мүмкін. Бұл аксиоманың айтатыны не? Яғни, егер мен ренжіген болсам, мені ренжіткен болатын болса, яғни соған бір себеп болған. Ол түп сана деңгейіндегі бір себеп. Жаңа уже бір мысалдарымда айтып кеттім. Мен ренжимін, яғни артынша мен не аламын? Өзіме жаңағы көңілімді аулайды, айтқанымды істейді деген сияқты бір тұжырым тұр. Яғни сол үшін мен ренжимін. Міне, подсознательная установка дегеніміз осы. Түпсана деңгейінде бізге қайырлы іс бар, осы жаңа ренжудің нәтижесінде. Сол сияқты маған енді түрлі хаттар жазды да, ата-енесі деген енді өте жаман деген сияқты қылып жазады ғой, жаңағы күйеуім өтіп кетті, мен жаңағы біреудің баласы, келіні неткен, тастап кеткен, үйден қуып жіберген, енді Құдай салмасын да, бір басқа салмасын дейді ғой ондайды. Бірақ сондай да жағдайлар бар екен да, жаңағы жалғыз анасын өзін жаңағы баласы мен келіні. Енді оларға ренжулі. Бірақ қарап, ойланып, енді кішкене сіздерге өздеріңіздің эмоцияларыңызбен жұмыс істеу керек болады. Осы аксиоманы қабылдаймыз, өз-өзімізге айтамыз. Ең бірінші жаңа проработканың бірінші қадамы бұл избавление от чувства вины. Яғни өзімізді жаңағы ешкім кінәлі емес осы жағдай болғанына, біздің ренжігенімізге ешкім кінәлі емес екенін жеткізуіміз керек, соны түсінуіміз керек.
реніш болатын болса, яғни сен оны өзің құрып алдың, сен өзіңе қажет болды. Реніш бұл менің құралым деген сияқты сөздерді айтып отырып, яғни реніштің біздің өзіміздің жүрегімізден туындаған эмоция екенін жақсылап түсініп алу керек. Және оған ешкімнің ешқандай қатысы жоқ екенін, егер даже қатысы болған болса, ол қатыстың бізге қайырлы екенін түсіну қажет. Яғни ең бірінші шаг, даже егер ручка қаламдарыңыз бар болатын болса, жазып алсаңыздар да болады. Бірінші қадам, нулевой қадам, ол аксиоманы қабылдау. Яғни барлық болып жатқан нәрсе өзіме ғана байланысты, мен ғана соны өзім қалап, өзімнің өміріме шақырып алдым деген сөз. Оған бір себеп болғанын біз түсінуіміз керек. Ал енді келесі бірінші қадам, жаңағы проработканың бірінші қадамы, өзімізді өзіміз жаңағы нетеміз, не дейді, кінәламаймыз, ешкімді де кінәламаймыз, өзімізді де кінәламаймыз, ешкімді де кінәламаймыз. Избавление от чувства вины. Егер бұл жағдай болған болса, онда бұл жағдайдың бір қайыры бар. Яғни ол маған қажет болған деген сөздерді жеткізуіміз керек. Төле би, мен ойымды аяқтап алайын, сосын соңынан қосамын, жарай ма? Бірінші қадамда сол. Яғни өзімізді де, ешкімді де кінәламаймыз. Ренжіген болсақ, оған себеп бар екен түсіндіреміз өзімізге өзіміз. Яғни ол себеп өзімізде, ол біздің пайдалы себебіміз тағы. Вторичная выгода деп аталады. Ол бізге қайыры бар нәрсе. Осыны бір жақсылап түсініп алу керек. Бірінші қадамды жасап болғаннан кейін ғана ары қарай жүреміз. Осы қайырын сосын барып жаңағы не қыламыз, іздейміз. Адам қарама қарсы, біз ренжіген адамымызды өзіміздің көзімізге елестетеміз. Және өзіміз, екеуміз бір-бірімізге қарама қарсы тұрған сияқты болып, арамызда не тұр? Және ол қандай болып тұр? Вот соны образ ретінде қараймыз. Образ деп отырғанымыз ол визуализация емес. Біз көзімізге жаңағы ойлап тауып елестетпейміз оны. Просто ең алғаш рет айтатын болсақ, жаңағы менің енеме ренжіп тұрмын ба, көзімізді жұмамызда менің енем алдымда тұр деп елестетеміз. Менің енем тұр және мен тұрмын. Екеуміз қандаймыз? Арамызда не бар? Сөйтіп сол образды қараймыз. Ол образда не ұнайды, не ұнамайды, есте сақтап аламыз. Сөйтеміз де сол образдың өзінде айтып жатады не ұнамайтынын сізге. Подсознательный образ всегда правильный. Ол жаңағы біздің түйсік деңгейінде сондай нәрсе қалыптасқан, соны көрсететін кездерде. Содан біз тауып аламыз, не ұнамай тұрғанын, не ойлап тұрғанын біздің түйсігіміз. Қалай біздің ара қатынасымызды қалай көріп тұрғанын. Сол жерден ары қарай проработка жасалады. Сосын біз жаңағы өзіміздің вторичная выгода дедік қой, да, біздің установкамызды табамыз. Ол установканы табу, ол сізге қайырлы, яғни пайдасы бар. Енеме ренжідім, енем мені ренжітті, зато деп табылады кейде ол нәрсе, бір сондай да техника бар. Зато мен бұндай. Енді ол жерде затолар өте көп. Сөйтіп, бірнешеуі де шығуы мүмкін, ең үлкені, ең маңыздысы да шығуы мүмкін. Сол сұрақтарға жауап іздеп табамыз да, соларды өзіміз установка ретінде трансформациялаймыз. Трансформациялау мастер-кит әдісінде тренажерда жүргізіледі. Яғни жаңағы өзіміздің миымызға сол ойдың, сол тұжырымның тек қана тұжырым екенін айтып жеткізіледі. Сол кезде барып адамдардың, мен жасаған мысалдарымда сондай болды. Адамдарда инсайт болатыны сол. Жаңағы тұжырым, негізі табылған тұжырым бар ғой, бір болмашы нәрселер болып жатады. Мысалға, өңгі бір жасап атқан проработкаларымда күйеуіне ренжіп қалған бір апай, бізбен қатар ма, сәл үлкендеу ма, жаңағы айтады ғой, күйеуіме ренжіген кезде бұртиып, өзімен өзім болып кетемін, және өз айтқанымды істеймін. Күйеуіме жағу үшін мен телефонды ұстамаймын дейді, көп отырмауға тырысамын дейді, күйеуім жақтырмайды дейді, сондықтан не деді. Ал күйеуіме ренжіп қалдым да, екеуміз ұрысып қалдық, сосын барып мен алдым да телефонды, прям демонстративно биттеп тұрып отырдым телефонда. Инстаграмға кіріп, Фейсбукқа кіріп, жаңағы нелерде, ватсаптарына оқып, топтарына. Выгодно ма? Выгодно. Күйеуіме ренжідім, зато телефонда отырмын. Тағы бір не болған еді.
күйеуіме ренжідім, зато өз жаңағы не дейді, қалауымды істедім дейді біреу, жаңағы подружкаларына кетіп қалған. Біреу жаңағы атай енесіне атасы туралы айтқан жоқ, енесіне бір подругам, енесіне ренжиді, зато күйеуіне бүйтіп басып тұрып айтады, енең жаңағы сенің мамаң сондай деп, жаңағы өзін жақсы көрсетіп, енесін мамасын жаман көрсетіп деген сияқты. Сол сияқты әртүрлі реніштердің жаңа себептері өте көп бізге, жаңа қайырлы. Тағы да бір себептер болған еді. Мен ренжимін, сөйтемін де оның сондай жаман адам екенін сонымен дәлелдеймін деген сияқты. Біреу ренжимін, жаңағыдай көңілін аудару үшін дейді. Әркімнің жаңағы не дейді, вторичная выгодасы немесе қайырлы жағы, өзіне жақсылығы. Ренжуде қандай жақсылық болады деп менен бәрі сұрап кетеді. Мен бірінші және ренжіген кезде, ең алғашқы кездерде, бірінші кезеңде елдің бәрі жылайды екен. Есіне түсіп кетеді жаңағы енесін немесе күйеуін жаңағы көзіне алдына елестетіп қарашы деген кездерде эмоциялар, егер ренішіңіз үлкен болатын болса, өте жақсылап тұрып шығады. Я жылап аласың, жарайды. Есіңе түсіп кетеді жаңағы жаман нәрсенің бәрі. Мен постада жазған болатынмын да, бүкіл жамандығы, бүкіл жасаған нәрсе қылықтары сонау заманнан бергісінің бәрі еске түсіп кетеді. Әрине еске түседі. Жылап ал, жарайды, демалып ал, есіңе түсіріп ал. Бірақ ұмытпа, бұл тек сенің ғана эмоцияң, сенің ғана көңіліңде солай сақталған. Ол баяғыда болып кеткен нәрсені ол адам есінде де жоқ. Бұл оған даже көңілде аудармаған шығар, болмашы нәрсе деп ойлаған шығар. Бұл біздің эмоция. Сондықтан ол эмоцияны өзіміз ғана басқара аламыз. Басқарамын, онымен құтыламын дейтін болсаң, ары қарай іздейсің. Ал маған содан қандай пайда болды? Мен содан не күткен едім немесе да? Не болды, не жақсылығы бар? Соны іздеп табамыз. Ең маңызды, ең қиын жұмыс осы жерде. Ары қарай трансформациялау, ол 5 минуттық жұмыс. Установканы дұрыс таба білу керек. Так, сұрақтарыңыз болса, мен айтарымды айтып болдым. Және соны жаңағы осы техниканы пайдаланып істеген кездерде өте жылдам, және бұл бар ғой, жылдам жасалады. Және қайтып келмейтіндей болып жасалады. Бұл реніш сізге сосын бар ғой, соншалықты күлкіңіз келетіні, соншалықты жаңа тапқан установкаңызға. Сізге бұл жаңа бір шаттанған бір көңіл күй сыйлайтын болады да. Эйфорияда бағанағы апайдың дауысын естіңіздер ғой да. Стористі егер көрмеген болсаңыздар көріңіздер, мен түс қайта салдым ғой деймін. Енді бір риза, бір жүрегімде дейді, бір қуаныш, шаттық бар, бір не деп та. Ол действительно солай болады. Ол отырып ойлап тауып атқан жоқ. Мен алғашта тағы да бір осындай отзывымды салып едім да. Прямо ана бір қызым, мен апай шын айтып жатырмын, мен анау өзімді өзім жақсы көріп жатырмын, өз-өзіме сенімді болып кеттім деген сияқты. Сондай проработка болады. Хотите сондай проработка болғанын, сіздерде де реніштен бар ғой, бір 10-15 минут отырып, мақұл жарты сағат отыра қойшы, жылап өйтіп алып та, жарты сағатты өмір бойы жиналып жүрген реніштен құтылғыларыңыз келе ма? Я дейтін шығарсыздар, мен білмеймін, дейсіздер ма, демейсіздер ма, ешкім жазып жатқан жоқ. Яғни сіздерде ондай бір не болып, қазір бір қажеттілік болмай тұр ма, әлде онысын білмеймін. Жалпы келісетін шығарсыздар деп ойлаймын. Келісетін болсаңыздар, онда сол мастер-кит алып істеу керек. Мен әрқайсыңызға жеке-жеке ондайлардың барлығын жаңа техниканы жасай алмаймын. Оны біздің компанияда рұқсат бермейді негізі ше. Ешкім инвалид емес, ешкімді олай бітіп жүйелеп нетіп жүрудің қажеті жоқ дейді. Әркім алса тек қана обида емес қой. Мен қазақша жазам, я Балжан. Обида ғана емес қой, біздің жаңа проработка жасайтынымыз, қорқыныштарымыз бар. Тұжырымдар әртүрлі бар. Біздің тағы да өзіміздің желаниямыз деген нәрсе бар да, өзіміздің желаниямыз жабылып қалған. Бір рет сұрайсың, орындамайды, 2 рет сұрайсың, орындалмайды. Сөйтесінде уже даже хотеть не захочется дейді ғой. Сөйтіп даже желанияңда болмай қалады еш нәрсеге, еш нәрсені қаламай да қаласың. Сондай бір жағдайлар болады. Ондай кездерде сен даже не қажет екенін өзіңе білмей де қаласың өмірде. Қажетіңді, қалауыңды айта алмайсың, тілектеріңді жаза алмай, сондай бір күйге түсіп қалады екенсің, желание жабылған кезде. Ол желанияңды ашуға болады. Прям тоже осындай бір проработка. Отырасың, максимум 20 минут, мақұл жарты сағат дей қойшы, бірақ 10 минуттан, кейде 10-15 минутта да бітіріп жатады. Желание неге жабық тұр, онда подсознательный образын қарап, онда проработка жасауға болады.
неліктен, не себеп бар оған деп. Оны түпкі біздің санамыздағы, басқа жақтағы емес, біреудің айтып жатқан себептер емес, өзіміздің іште қандай себеп бар, соны тауып аламыз да соны трансформация жасаймыз. Методиканың бір жақсылығы, ерекшелігі, енді бір мыңды бүйтіп айтатын жаңағы артықшылығы осы. Өзіміздің іштегі себепті табамыз. Сұрақтардың дұрыс қойылуына байланысты. Жаңағы әр жерде әртүрлі текст, сұрақтарды былай айналдырып, жаңағы не үшін ол саған қажет болды деген сияқты тауып, іздеп, тауып соған жауап ретінде біз установкамыз табамыз. Установканы сосын трансформациялаймыз. Ал желание дейдік. Желаниедан кейін біздің жеке өзіміздің ерекшелігіміз, индивидуальность деген нәрсе бар. Сосын барып наши эмоции деген бар. Эмоцияларымызды өте қазақтар әсіресе өте жауып тастағанбыз. Эмоционалдық күйімізді біз жаңағы қой ұят болады, қыздар өйтіп қарқылдап күлмейді, үйтпе бүйтпе деп, жалпы қазақтың менталитетінде нәрсе ғой. Бізді жаңағы жаба береміз, тәйт дей береміз. Сондықтан жаңағы өзіміздің шектеулерімізді көбейтіп жібергенбіз. Шектеу өте көп екен. Менің өзім әлі 2 жылдан бері проработка жасап келе жатырмын деймін, бірақ 2 жыл жасаған жоқ. Мен алғашқы жарты жылда өте жақсы жасағам. Ол кездегі күйім мен вообще керемет тұғында. Ол кездегі енді сол марканы ұстауға тырысам, бірақ әр кезде әртүрлі қазір кездерде. Сосын 1 жылдай менде перерыв болып қалды. Жаңағы сол күйімменен жүріп, жаңағы сопротивление дейді ғой, сол қосылып кетіп, өзімді өзім қайтадан әрең дегенде жаңағы процесске енгіздіріп, сосын барып, мен оның арасында тағы да бір өзімнің тарихымды бөлісіп кетейін. Жаңағы 1 жылдың ішінде мен тағы да жүріп аламда бір эмоционалдық күйменді күзге қарай ма, жақсы онша болмай қалған кездер болды. Өткен жылы осындай уақыттарда. Сөйтіп мен аламда бір марафондарға қатысамын. Әйелдер орталығы ұйымдастырған марафонға қатыстым. Сосын барып әйелдік энергетиканы арттыратын марафонға қатыстым. Сосын нағыз жаңағы дипломированный психологтардың Жанар ханым деген, оның марафонына қатыстым. Алмаз ақын келді сол кезде. Оның марафонына қатысқан жоқпын 90 күндік, бірақ оның тренингісіне бардым. Сөйтіп онымен жеке сөйлестім. Яғни оның жаңа YouTube каналына да, осындай Инстаграмда да жазылғанмын. Алдында оның Құралай ханымның тренингісіне барғам. Жалпы мен де өзім өсіп, осындай тренинг, марафон дегендердің бәрін көріп келе жатырмын. Бәріне қатысып, марафондардан деп жаңағы нетесің, бәрінде тапсырма береді, түрлі тапсырма береді. Бәрінің айтып жатқан әңгімесі осы, түйсік, түп сана деп. Осыдағы жаңағы блоктарды шешу керек. Оны жаңағы әйелдер орталығы марафонында күшті медитациялар жасайды. Медитациялар шынымен әдемі. Алмас ақындікі де көбінесе медитация техникалары да. Енді керемет медитациялар. Жоққа шығармаймын мен олардың бәрін. Жақсы көмектеседі, өзіңді күшті күйге келтіреді. Бірақ медитацияның бір кемшілігі деп айтар едім, проработкамен салыстырғандағы енді. Ол жерде біз айтамыз ғой, егер өзіңе бір жақсы эмоцияларды, жақсы күйді орналастырған кезде, сен алдында сен құтысың ғой бір да, ішіндегі жаман нәрселерді шығарып тастау керек. Яғни стаканға таза су құярдың алдында біз ол стаканды тазалап жуып алмасақ, ішіндегі содержимое төгіп тастамасақ болмайды. Яғни біздің ішімізде жаңағы страх, обида бірдеңелердің бәрі тұр, жаман ойлар тұр. Айтпақшы, маған тағы хабарласатындардың ішінде жаман ойлар өте көп келеді. Мен қалай құтыламын деген сияқты хабарлар көп келіп жатыр. Жаман ойларға толып қалған, жүрегіміз деген байланып, маталып, жабылып қалған да, жетеміз де медитация жасауға тырысамыз. Оны қай жағына құямыз, ол жақсы энергияны. Құятын жер жоқ, ішіміз тола. Яғни ішіміздегіні бірінші шығарып алу керек та, установкаларымызды табуымыз керек. Неге ол себепті, қандай себеппен менде сол эмоция тұр, соны алып, тауып, шығарып тастағаннан кейін барып медитация істеш, ол кезде енді керемет күйде боласың. Сосын барып жақсылық нәрсенің барлығы сол кезде орнайды. Сөйтіп, өзіңді өзің күшті күйге келтіруге болады. Мен де сөйтіп жүрдім да, өткен жылы декабрь айына шейін, сол Алмас ақын 1 декабрьде келген, соның да тренингісіне барып, оның медитациялары отбасына, денсаулыққа деген күшті көмектесіп, кейін ойлаймын, осының бәрі мастер-китте тұр ғой деп, мен сосын январь айынан бастап қайтадан мына мастер-китімді уақытын ұзарттым, тренажерын. Сөйтіп мастер-майнд деген жаңа көмекшісі бар, оның жаңа көмекші арқылы проработка жасайтын сондай бір көмекші қыз алдым, скрам менеджер дейді. Соныменен өзімді өзім нормальный күйге келтірдім. Сосын барып, оның артықшылықтары, мастер-киттің жаңағы техникалардың бәрінен артықшылығын тағы да өзім дәлелдеп, хотя білетінмін, былайынша жалпы тиімді болған соң мен өзіме сатып алдым ғой.
біліп тұрып сонда да мынаны көрейінші деген сияқты салыстырасың ғой. Енді олар бір оңай сияқты болып тұрған сияқты, бірақ бәрінде жұмыс істеу керек, бәрінде күнделікті жұмыс істесең ғана нәтиже көресің. Сондықтан ал мұнда да мастер-китте де сондай, күнделікті проработка жасап жатсаң нәтиже көресің міндетті түрде. Сөйтіп проработка жасап жүрген кезімде мен әйтеуір нәтижелер жоқ емес, жайлап бола бастады. Жаңа 1 миллион теңге айына деп ол кезде проработка жасап жүрген, май айында мен оған жеттім. Енді дәл ойлағанымдай жеткен жоқпын, бірақ менде ол болды, бірақ мен ол жұмсадым. Бүйтіп қолымда миллион деп ұстап тұрмасам да. Сондықтан проработкалармен ол мақсатты қойып, ары қарай істей берсең болады екен. Одан бері мен басқаша мақсаттар қойып жатырмын, ол миллионнан басқа да. Тағы да өзіме бизнесімді арттырсам, осы парақшамды жүргізсем, жақсы жаңағы оқырмандарымды жинасам, сосын бар осы туралы көбірек түсіндірсем, мастер-китті алушылардың санын көбейтсем деп, Құдайға шүкір, менде ай сайын толығып келе жатыр адамдар саны. Америкаға шейін жаңағы тамыр жайдық деймін да, бүгін сөйлесіп нетіп жатырмыз. Менің партнерларым көбейіп жатыр, және менің партнерларым барлығы мен қазір хабарласып жүрген, білсеңіздер, түп сананы біледі, бұл теманы жақсы біледі, меңгерген, уже өздерінде мындай бір мықты тұлғалар болады ғой, сондай тұлғалар. Мен алғашқы кезде мастер-китті бәріне ұсынып жүрген кездерде ойлайтынмын, андай бір проблемада жүрген адамдарға көмек ретінде өте қажет қой, жаңағы реніштен құтыла алмай жатыр, анау бір кредитте жүр, жағдайы нашар болып жатыр, мастер-кит алшы, қарызға болса да алшы, сосын оңалып кетесің, жақсы болып кетесің десем, олар оказывается сол күйлер өздеріне ұнайды-ау деймші, оншалықты дейді, қымбат қой дейді де жүреді. Бірақ қазіргі кезде алып жатқан біздің нәтижелеріміз алғашқы біз жұмсаған ақшамен салыстырғанда қанша есе болсын артық. Мына жерде Эльмира отыр ғой да. Эльмира менің сөзімді қолдап отыр, рахмет саған жаным. Әнегін Эльмирамен де біраз жұмыс істегенбіз. Эльмира менің қызым емес, менің структурамда емес, бірақ өзі сондай бір ашық, көңілді. 2 ай болды ма, сені де қазір қосып алып бір эфирге шығарам деп едім. 2 айдың ішінде күшті нәтижелерге жетіп, жұмысқа кіріп кеттім, ақша қалаған уақытында ақша табылады деп та. Күшті өзінің нәтижелерін айтып жатыр, бірақ әлі Инстаграмда жазып жатқан жоқсың ау деймін да. Ол да дайын болады. Мен де бірден жазған жоқпын, біраз уақыт өткеннен кейін барып жаза бастадым. Сол сияқты нәтижелер міндетті түрде болады. Өзіңмен өзің жұмыс істеп жатсаң, түп сана деген негізі подсознание может все деген нәрсе бекер айтылған жоқ қой. Бестселлер, миллиондаған кітаптар сатылып жатыр Джон Кэханың да. Шынымен біз онымен түйсікпенен жұмыс істейтін болсақ, қол жеткізбейтін нәрсем жоқ екен. Көп нәтижелерге қол жеткізе аламыз. Егер сіздер тезірек, жаңағы бір жылдам және қайтып айналып келмейтіндей бір нәтижелерге, не дейді, қайтып кетіп қалмайтындай нәтижелерге қол жеткізгілерің келсе, пожалуйста, алыңыздар. Оның бағалары, жаңағы несі туралы барлығы менің профилімде не бар, топ-линк деген сілтеме бар, көк өтуге болатын, жаңағы басуға болатын. Содан өтесіздер де, сол жерде мастер-кит туралы көп нәрсе жазып қойғам. Бірақ эфирдегі, өзінің ютубтағы эфирімде қосып қояйын, сол жерден көре аласыздар. Ол әлі жоқ. Ал сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер.